Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай видео форматын жазбақшымын. Жақын арада мен сол инстаграмда айтып жүргендей аян бір біздің жапондық достарымыздың тойына барып келген болатын. Біз жолдың қашықтығына байланысты бара алмай қалдық. Той Осака қаласында болды. Осы Йокохамадан шамамен 600 километр қашықтықта жатыр. Сол біз балалар ауырып қалмасын деп мен үйде қалдым. Аян барып келді, бірақ Аян құр қол қайтпай осындай сыйлықтар алып келді. Негізі жапонның мәдениетінде осылай той болған кезде тойға қонақ ақшалай сыйлық апарады. Сол сыйлық құр қол қайтпас үшін біздің қазақтар сияқты солай сыйлық беріп жүреді. Бірақ сыйлықтың жаңағыдай түрі басқаша болады жапондықтарда. Біріншіден мынандай сыйлық коробкада бұны әлі ашып қарамадым. Бұл мысалы той біткеннен кейін 2 жас тұрып, шыға берісте барлық қонақтарға осылай сыйлық беріп, шығарып салып тұрады. Бұл да жаңа бір рахметтің белгісі болып табылады. Бұның ішінде тәттілер бар. Қазір бірге ашып көрейік. Мынандай бисквиттер бар екен. Осындай. Тағы да бір ерекше сыйлық, біздің Қазақстандағыдан ерекше болып табылатын. Әр қонақтар той болатын салтанаттарына кірген кезде, әр қонақтың орындығының үстінде осындай пакеттер тұрады. Бұл қораптардың ішінде сыйлық жасырылған. Мынандай сыйлық беріп жіберген екен. Қазір көрсетейін. Ол мынандай гифт карт деп айтады ғой, жаңағыдай сыйлық карталары, сертификат деген сияқты. Тағы да бір айта кетейінші, мына жерде мынандай жасыл конвертке ішіне ақша салып беріп жіберіпті. Бұл жаңағыдай алыстан келген қонақтарға жаңағыдай жол ақы, жолдың әрине толық ақысы емес, бірақ жаңағыдай алыстан келгеніңізге рахмет, аз да болса осылай көмек болсын деген мақсатта осындай алыстан келген қонақтарға берді. Аянға да осылай беріп жіберіпті. Ішінде 10.000 йен бар. 10.000 йен деген шамамен, енді қазір мына жерге жазып қоямын. Осындай. Бұдан кейін мынандай 2 гифт карт бар. Сыртын осылай әдемілеп істеп қойған екен. Бұның әлі мен ішін ашып қарамадым, сол бірге ашып көрейік. Ішінде 2 гифт карта бар екен. Осы 2 картаның ішінде де артында осылай QR код берілген. Осы QR кодты скандау арқылы ішінен өзімізге сыйлық таңдасақ болады екен. Оның ішінде мынандай жерде кішігірім каталогын жасап қойған. Әртүрлі тәттілер алса болады. Үйге қажетті жаңағыдай қазан, сковородка деген сияқты, болмаса пикникке шығатын орындықтар, орамалдар, сөмкелер, әртүрлі тәттілер алса болады екен. Бірақ мен қазір мынаны ашып көрейін бірге. Бірақ мен осылай таразы алған кеттім. Біздің үйде таразы бар, бірақ ол таразы тек қана жаңағыдай 0,5-ке дейінгі нақтылықты көрсетеді. Мысалы 235 деген сияқты, бірақ 232 деген сияқты шамаларды, нақты шамаларды көрсетпейді. Бізге енді ол қажет, себебі біз Қазақстанға тұрақты түрде осылай жаңағыдай жапонның өнімдерін сатып жатырмыз. Біздің онлайн және офлайн дүкеніміз бар. Сол себепті осындай таразыны алсам ба деймін. Бұл таразының тағы да бір плюсы, басқа да денедегі май, белок бәрінде көрсетіп тұрады екен. Осы. Қазір бірге ашып көрейік. Тағы да бір қызық нәрсе айтып кетейін. Мен айтпақшы қазір мына жерге біз бұрын барған, былтыр тойға барған едік қой, тағы жапонның достары үйленіп. Сол кезде де бізге әр столға біз барған қонақтардың ішінде біз ғана мұсылман болдық та, сол үшін бізге арнайы меню жасап берген болатын. Халал тамақ деген сияқты. Осы жолы да Аянға арнайы мынандай меню жасап берген екен. Астында міне Аянның аты жөні жазылып тұр. Жалпы жаңағыдай неде той салтанатында 1, 2, 3, 4, 5, 6 түрлі ыстық тамақ және де 1 десерт болған екен. Мына жерге міне жазып қойған. Бәрі де жаңағыдай ішінде шошқа өнімі жоқ. Сол себепті Аянға осылай
ерекше жасап қойған екен. Осы қазір мына лифт карталардың арттарын көрейік. Ал ендеше енді мына QR кодтарды скандап, ішінде не бар екенін бірге көрейік. Ішін бірге ашып, осы логин, пароль бәрін толтырады екенбіз. Сөйтіп ішінде осылай екі нәрсе таңдауға болады екен. Жапонның сувенирлері және де тәттілері деп тұр екен. Осындай сувенирлерін қарайық. Бірінші, ішінде әртүрлі бөлімдері бар екен. Ас үйге арналған, үйге арналған, сұлулық өнімдері, әшекей бұйымдар деген сияқты. Қазір осының ішінде осылай үйге арналғандарды көрейік. Ішінде жастықтар, сағаттар, көп дүниелер бар екен. Енді жаңағыдай ас үйге арналған дүниелерді көрейік. Бұның ішінде жаңағыдай ыдыс-аяқтар, тақтайлар, мына жерде міне кофе машинасы тұр. Жақсы екен. Екі жаңағыдай несі бар, кесесі бар. Ойлануға болады екен, иә. Ары қарай осындай қазандар. Осындай қасықтар бар екен. Қасық, ішінде шанышқысы бар, үлкен қасық, кішкентай қасығы бар екен, 12 тал. Ары қарай ыдыстар неше түрлі. Сұлулық өнімдеріне келсек, мына жерде таразы бар екен. Бұл таразы жақсы екен. Бірақ бұл таразы тек қана 5 пен 150 келі аралығында екен. Бірақ біздің дүкенге біз 2 келіден ғана жер жүрміз. Әртүрлі электронды тіс пасталары бар екен. Эпиляциялық өнімдер бар екен, шаш кептіретін. Енді сөмкелер, жаңа әшекей бұйымдардың ішінде осындай сөмкелер бар екен. Енді саяқтарда мен негізі осы тосттарды аламын ғой деймін. Тостер емес, енді осындай сэндвичтер жасайтын деген сияқты. Пышақтар да жақсы екен. Енді тәттілердің ішінен осындай тәттілдің өнімдері бар. Бұлардан біз мынандай кептірілген жемістер емес, мынандай бір тәттілерді алайық. Болды, таңдадым. Енді осыны жаңағыдай не тастауым керек. Осы екі дүние алынды. Ары қарай аты жөнімізді, ағылшын әріптерінде, жапон әріптерінде керекті ақпараттардың бәрін толтырамыз. Міне болды достар. Осылай өзімізге сыйлықты таңдап алсақ болады екен. Жапонның осындай сарқыт, тойдан сарқыт беру әдісі сіздерге қалай? Біз жақтардан әрине айырмашылығы бар, бірақ сонда да ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Жалпы сіздерге осындай формат қандай? Астына пікір жазып қалдырып кетіңіздер. Ары қарай да осындай қызықты видеолар түсіретін боламыз. Рахмет.